Ер адамның отбасы алдындағы міндеттері. Шариғат бойынша ер азамат жұбайы мен балаларын тиісті нәпақамен қамтамасыз етуге міндетті, тіпті жұбайымен ажырасып кетсе де. Бірінші, ас-су, азық-түлік және ішімдіктердің мөлшері мен сапасын күйеуінің әл-ауқатына қарай белгіленеді. Екінші, киім-кешек бір мезгіл киетін, бастан аяқ болуы керек. Ханафи мен Шафиғи мазһабтарында жұбайына 6 айда, балаларына 4 айда бір жаңа киім алып беріледі делінген. Үшінші, үй-жайдың қандай болуы күйеуінің қаржы жағдайына байланысты. Сонымен қатар үй керекті жиһаздармен толық жабдықталған болуы тиіс. Онда өмір сүруге қажетті заттың бәрі болуы шарт. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әйелдер жайында Алладан қорқыңдар. Олардың ас-суын, киім-кешегін дұрыстап беріңдер.